Қайырлы Саламатсыз ба, апай? студенттер, магистранттар, Әлеметсіз бе ағай? университеттің профессор оқытушылары мен білім алушылары 16 наурыздан бастап қашықтан оқыту жүйесіне ауыстырылды. Өздеріңіз білетіндей, қашықтан оқыту Zoom, Webex, Platonus платформаларында жүзеге асырылуда. Университет білім алушыларының қашықтан сапалы білім алуына толық жағдай жасалынған. Университетте заманауи кітапхананы қалыптастыру үшін Кабис лицензияланған бағдарламасы енгізілген. Сырдария университеті электронды кітаптар қоры Неге тұрам? Қазақстандағы жоғары оқу орындарының арасында 4-ші орында тұр. Оқытылатын пәндер бойынша пән кешендері модуль және Platonus жүйесіне жүктелген. Университет сайтында 300-ден астам электронды мультимедиалық оқулықтар орналастырылған. Қазіргі таңда университеттің электронды кітап қоры 90.070-ден астам. Былайша айтқанда, сіздердің қашықтан оқуларыңызға университетте толық жағдай жасалған деп айтуға болады. Осы айтылған электронды қордың барлығы университет сайтының басқы бетінде орналасқан. Университет ұстаздары сабақта негізінен Platonus және Zoom жүйесінде дәрістерді ұйымдастыруда. Бұрынғыдай дәстүрлі сабақ жоқ, ұстаздар аудио, видео дәрістер жазып, оны сіздерге жіберуде. Оны әрине сіздер көріп, оқып жүрсіз деп білемін. Әрине бұның барлығы ұстаздардан үлкен еңбекті, қаржылы еңбекті қажет етеді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Platonus жүйесі арқылы қашықтан оқыту жүйесін бақылап отыр. Университет ұстаздарының кәсіби құзыреттілігінің жоғарылығының арқасында және сабаққа сіздердің белсенді қатысуларыңыздың арқасында Сырдария университеті қашықтан оқыту жүйесі бойынша ешқандай сын ескертпеге ілінгеніміз жоқ. Бұл әрине біздің ұстаздарымыздың қаржылы еңбегінің арқасы деп айтуымыз керек. Ал енді бүгінгі кездесуіміздің негізгі тақырыбы осы қысқы сессияны ұйымдастыру мәселесі. Осы қысқы сессияны ұйымдастыру жөнінде факультет декандары, кафедра меңгерушілері, тіркеу бөлімінің қызметкерлер сіздермен кездесу ұйымдастырды. Мен де бүгін сіздермен осы кездесулердің қорытындысы ретінде нақтылап қысқы сессияның өту барысы жөнінде ұйымдастыру жөнінде пысықтап алғымыз келіп отыр. Қашықтан оқыту барысында 1-4 курс студенттері қысқы сессияны тест түрінде, ауызша және жазбаша түрде ұйымдастыруына болады. Бұл емтихандардың барлығының прокторингі болу керек. Демек, дәлелі болу керек. Ауызша емтихандар бізде Zoom, Webex платформасында жүзеге асырылады. Студенттерге ауызша емтиханды орындауға 3 сағат уақыт беріледі. Демек, ұстаздарыңыз сіздерге Platonus арқылы ауызша емтиханның материалдарын тапсырып жүктесе, сіздер сол тапсырманы 3 сағаттың ішінде орындап, Platonus арқылы ұстаздарыңызды қайтадан жіберулеріңізге болады. Енді бұл процесті компьютер арқылы, сотка арқылы, ноутбук, планшет арқылы ұйымдастыруға болатынын білесіздер. Жазбаша емтиханда осы Platonus'та жүзеге асырылады. Бұған да студенттерге 3 сағат уақыт беріледі. Бұл емтиханда негізінен Platonus жүйесінде жүзеге асырылады. Тестілік емтихан Platonus жүйесінде қабылданады. Өздеріңіз білесіздер, бұл емтиханға 40 минут уақыт беріледі. Демек, студент тестілік емтиханды таңдаған студент және ұстаз осы 40 минуттың ішінде емтиханда ойдағыдай аяқталу керек. Сет ұстамады,
техникалық садақаулар болды деген ол әрине болмайды. Мына осының бәрін пысықтаған жағдайда ғана тестілік емтиханға ұстаз бен студент дайын болған уақытта тестілік емтихандар ұйымдастырылу керек. Шығармашылық емтихандар Платонос жүйесінде Zoom және Webex бағдарламасында ұйымдастырылуға болады. Орындалған шығармашылық емтиханға берілген тапсырмаларды студент 3 сағаттың ішінде орындап, нәтижесін ұстазға көрсетуі керек. Бұл енді музыкалық білім мамандығының студенттері күйін тартып, әнін айтып, бейнелеу өнерінің студенттері суретін салып деген сияқты. Бұның барлығын енді өздеріңіз білесіздер, сол мамандықтың студенттері. Бұл шығармашылық емтихандарда осылай өтеді. Ал емтиханға дәлелді себебі жоқ, себеппен қатыспаған студенттерге ол емтиханға келмеді деген баға қойылатынын білесіздер. Және ол келмеді деген баға дәлелді себеп болмаса, қанағаттанғысыз F бағасымен статусының бір екенін білесіздер. Былтырғы жазғы семестрда өздеріңіз білесіздер, жиынтық бағалау деген болған болатын. Ол жиынтық бағалауды қоюға білім және ғылым министрлігі рұқсат еткен болатын. Биыл жиынтық бағалау болмайды. Демек, студенттер ауызша, жазбаша, тест түрінде осы 3 емтиханның бір түрін таңдап өткізу керек. Қысқы емтиханның уақытына келетін болсақ, 14 желтоқсан мен 31 желтоқсан аралығында өтеді. Тәуелсіздік күніне байланысты 16, 17, 18 желтоқсан 3 күн демалыс күні. 20 желтоқсан жексенбі күнгі жұмыс күні 18 желтоқсанға ауыстырылады. Демек біз 16, 17, 18 күні. Бірінші курс студенттері 26 желтоқсан мен 30 желтоқсан аралығында Қазақстанның қазір заман тарих пәнінен мемлекеттік емтихан тапсырады. Мемлекеттік емтихан Платонос жүйесінде өткізіледі және жазбаша ұйымдастырылады. Бірінші курстың студенттеріне бір ескертетін мәселе, ол Қазақстанның қазір заман тарихынан атайлып тұр мемлекеттік емтихан. Мемлекеттік емтиханның салмағы ауыр. Бұл пәннен 3 алған студент 4 жылғы сессиядан кілең 5-ке оқығанмен, егер осы Қазақстан тарихынан 3 немесе 4 алса, ол студент қанша жақсы оқығанмен үздік диплом, немесе қызыл диплом дейміз ғой, үздік диплом алмайтыны анық. Бұл заңнамада көрсетілген. Сондықтан үздік диплом алам деген студенттер Қазақстанның қазір заман тарихынан жақсылап дайындалып, міндетті түрде 5 деген баға алу керек. Ал бір жолы 4 алғанның өзінде де ол үздік диплом ала алмай қалатынын ескертеміз. Сондықтан бұл емтиханның маңыздылығын өте салмағы ауыр, осыған мән беріңіздер. Естімедік демеу керек. Енді магистранттар болса, бізде магистранттарға да қысқы сынақ емтиханы 14-31 желтоқсан аралығында өтеді. Магистранттардың да емтиханы ауызша, жазбаша, тест түрінде өтіледі. Демек, бұлардың қалай өткізетінін жоғарыда айттық. Сондықтан бұл мәселеге қайттан тоқталмай қояйық деген ойымыз бар. Енді құрметті білім алушылар, осы қысқы емтиханның ұйымдастыру барысы жөнінде толығырақ сіздерге мағлұмат беру үшін сөз кезегін тіркеу бөлімінің басшысы Жанаева Айнұр Насырхан қызына бергім келіп отыр. Айнұр Насырхан қызы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет ағай. Саламатсыздар ма білім алушылар? Бізде жалпы тіркеу офисі емтихан тізімін, кестесін университеттің академиялық күнтізбесіне сәйкес құрылады. Емтихан туралы мәліметті сіздер университеттің сайтынан немесе факультет декандарыңыздан алуға болады. Жалпы барлық курс бойынша мен емтихан мәліметтерді беріп өтейін. Бізде жалпы ауызша емтихан 74, жазбаша емтихан 377, орындаушылық шеберлік 12, сынақ 74, тест 285, шығармашылық 34 емтихан болып өтеді. Жалпы емтихан саны 856.
емтихан болады. Енді біздің арамызда бірінші курс білім алушылар болғандықтан, оларға білім жаңағы бағалану жүйесін түсіндіріп өтейін. Бірінші курс білім алушыларына. Білім алушылардың өздеріңіз білесіздер, бағалану жүйесі 100-дік шкала бойынша бағаланады. Ол 100-дік шкаланы алу үшін ең біріншіден сабақ басталған уақыттан 3-ші, 5-ші, 7-ші апталықта сіздерде апталық бағалар қойылады. Одан кейін осы 7-ші апталықта сіздер бірінші межелік бақылау бағаларын аласыздар. Бұл бірінші аптадан 7-ші аптаға дейінгі өтілген тақырыптарыңыз бойынша қорытынды бағалар алу. Яғни оқытушыларыңыз сіздерді қорытындылап бірінші межелік бағаларыңызды қояды. Екінші 10-ші, 13-ші, 15-ші аптада сіздер екінші аралық апталық бағаларыңызды аласыздар. Яғни бұл жерде 8-ші апта мен 15-ші апта аралығында өтілген тақырыптарыңыз бойынша оқытушыларыңыз екінші межелік бақылау бағаларын қояды сіздерге. Осы 30%-ын апталық бағадан, 30%-ын межелік бағадан, қалған 40%-ын емтиханнан аласыздар. Егер де осы бірінші межеліктен болмаса апталық бағаларыңыздың біреуін аламай қалсаңыздар, біреуі қойылмаса, сіздер емтиханға қатыса алмайсыздар. Сондықтан сіздерде қазір уақыт бар, оқытушыларыңыздан тапсырма алып, қайта орындап, емтиханға дейінгі осы бағаларыңызды толықтыруларыңыз керек. Жалпы жаңағы ағай түсіндіріп кетті, емтихандардың өтілу барысы қай түрде болатындар және қалай болатындары. Түсініксіз сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Білім алушылар, емтиханға байланысты. Айнұр Насырханқызы, сізге рахмет. Құрметті студенттер, магистранттар, біздер емтиханды ұйымдастыру жөнінде, оның барысы жөнінде қысқаша мағлұмат. Енді ашық микрофон режимі, сіздерден қандай сұрақ, қандай ұсыныстарыңыз бар? Біз осыны есту мақсатында келдік. Енді біздің айтқан мәліметіміздің барлығын сіздер білесіздер. Біз енді негізгі бүгінгі тақырыбымыз сіздермен пікір алмасу. Сіздің осы сессияны ұйымдастыру жөнінде ұсыныстарыңызды есту. Демек, сөз кезегі сіздерде ашық микрофон режимі. Сұрақ қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Менің есімім Лаура болады. 28-де оқимын. Менің сұрағым, мысалы біз тест тапсыратын едік қой, алдын барып жүрген кезде университетте. Сол кезде бізде қайталау тест болатын, если құлап қалған жағдайда. Ал онлайнда ондай болады ма? Или олда как болмайды ма? Қалай? Егер сіздер, кешіріңіз. Егер сіздерде... Айнұр Насырханқызы, мен өзім жауап берейін. Жарайды. Лаура, бірінші сұрағыңа рахмет. Қазір мынау қашықтан оқыту жүйесіне байланысты біз тесттік емтихандардың саны біріншіден өте аз. Тесттік емтиханға қойылатын талап та жоғары. Практикалық жүйесі болу керек. Тесттік емтиханға сіздер ноутбук арқылы кіре аласыздар. Немесе компьютерларыңыздың алдында камера тұрған кезде ғана кіре аласыздар. Ал университетте ол тест тапсыратын студенттерге прокторинг жүйесі жұмыс істейді. Сіздердің оңға, солға емтихан қабылдауларыңызға, немесе кітапқа қарап тапсыруларыңызға рұқсат етілмейді. Ол бірден прокторинг жүйесі емтиханнан шығарып тастайды. Жаңағысын айтып отырғаныңызда дұрыс, енді ол келіп деп жатырсыз ғой, қайталану деп, басқа деп. Енді ол шығар, сол кезінде оған біз осындай кемшілік болған кезде біз оған шарада қолданғанда шығармыз. Бұл сұрағың өте орынды, ұстаздар бәрі естіді деп ойлаймын. Ол тесттердің сапасына қараймыз. Жақсы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Саламатсыз ағай. Қоя қой қызым сұрағың. Саламатсыз ба ағай? Саламатсың. Мен қоятын сұрағым, бірінші, екінші, үшінші аптада балдар 30% балл жетіспесе, емтиханға қатыса алмайды деді ғой? Иә. Ал сонда, мысалға, мерзімі өтіп кеткен сабақтар болады ғой? Соларды қайтадан орындап жіберуге бола ма? Чтобы ана балды қайттан жинау үшін? Орындалмаған тапсырмаларды ұстазыңызға
жіберіп емтиханға дейін аралықта балыңызды көтеруге мүмкіндігіңіз бар, аралық балыңызды. Демек сіз 60 балл жинауға міндетті болатын болсаңыз, сол 60 баллды жинауға әрекет етсеңіз. Саламатсыз ба? Саламатсың. Менің сұрағым, биыл болатын емтихан былтырғыдай, мысалға біз былтыр жазбаша тапсырдық. Биыл да жазбаша тапсырамыз ба, әлде қайтадан қолға не қыламыз ба? Ортаға Жақсы, сұрағың түсінікті. Сынақ емтиханның түрін ұстаз бен шәкірт екеуі ақылдасып етіп таңдайды. Егер студенттің тест түрінде тапсыруға, прокторинг жүйесінде тапсыруға мүмкіндігі болса, компьютер, ноутбук техникасын бар, орық техникасын бар дайын болса, тест түрінде өтіледі. Ал егер студенттер қалап отырса, ауызша қабылдайды. Емтиханның түрін тест түрінде болатын, жазбаша болатын, ауызша болатын студентпен ұстаз ақылдасып отырып жүреді. Сәлеметсіз бе, ағай? Ағай, бізде компьютер, ноутбук болмаса, біз телефон арқылы тапсыруға болады ма? Тесттік емтиханды тек ноутбуктың алдында тапсырасыздар. Және компьютерде тапсырсаңыздар, камерасы болу керек. Қысқасы прокторинг жүйесі жұмыс істейді. Прокторинг. Спотмен тапсыра алмайсыздар тесттік емтихан. Саламатсыз ба, ағай? Бізде сұрақ жоқ. Жаңа Ерлан ағай барлығын түсіндірген болатын. Жақсы. Құрметті студенттер, білім алушылар, сұрақтарыңыз болмаса, сіздерге рахмет біріншіден. Мен тағы да айтып кетейін, емтиханның түрін ауызша болады ма, жазбаша бола ма, тест түрінде бола ма, сіздер шешесіздер. Сіздер пән ұстазына біздің жағдайымыз мынандай, техникалық жағдайымыз мынандай, ноутбугымыз жоқ, басқа деп, емтиханның өздеріңізге қалаған формасын таңдап алуға құқықтарыңыз бар. Мен сіздерге осыны ескертемін. Сондықтан емтиханның түрін дұрыс таңдап, уақытылы емтиханды өткізейік. Сіздерге айтарым осы, бұл жерде қазір факультет декандары отыр, бөлім басшылары отыр. Егер ұсыныс пікірлеріңіз болса, сөз кезегі сіздерде, құрметті декандар. Ал егер ұсыныс пікір болмаса, бүгінгі кездесуімізді жабық деп жарлаймын. Сау болыңыздар, рахмет. Сау болыңыздар.